Баршаңызға мәлім, отырар өңірін ұлылардың отаны дейді. Отырар елінен ғылымда Әл-Фараби бабамыз, сазгер, ән падишасы Шәмші Қалдаяқов атамыз, әлемнің 5 түркін жеңімпазы Қажымұқан атамыз, Өзбекәлі Жәнібеков, түркі әлемі ақыны Мұхтар Шаханов ағаларымыз шыққан. Бүгінгі әңгімемізге арқау еткелі отырған кейіпкеріміз де сол қасиетті отырар өңірінің тумасы. Әуелбек Оңалбек Өтебайұлы 1953 жылы Отырар ауданы Қоғам ауылында дүниеге келген. Алматыда дене шынықтыру және спорт академиясын бітірген. Еңбек жолын Отырар ауданындағы Қажымұқан Мұңайтпасов атындағы спорт мектебінде 1975 жылы еңбек жолын бастаған. 1977 жылы өзінің туған ауылы Қоғам орта мектебіне дене тәрбиесі мұғалімі және спорт мектебінің жаттықтырушысы болып жұмыс атқарады. Спорт саласында жас жеткіншектерді балуандық өнерге 25 жыл баулуда. Оңалбек Өтебайұлының тәрбиелеген балуандары аудандық, облыстық, республикалық және де әлемдік деңгейде жоғарғы көрсеткіштерге жетеді. Атап айтсақ, Отырар ауданы бойынша командалық есепте 18 рет жеңімпаз болды. Шымкент облысы бойынша 16 рет жеңімпаз атанды. Республикалық дәрежеде 4 рет турнирлерде командалық есепте топ жарған. 1982 жылы бүкіл Қазақстан бойынша оқушылардың спартакиадасында Жаңарқа ауданында өткен 22 команданың арасында екінші орынды иеленген. Бұл жетістік Шымкент облысында бұрын соңды болмаған жетістік еді. Оңалбектің күрес өнеріне берілгендігі сонша, 2 жыл аптасына 3 рет 18 шақырымға жаяу жүгіріп жүріп жас жеткіншектерді балуандық өнерге дайындағаны бар. 2007 жылы еңбекақысыз жас балуандарды 1 жыл жаттықтырды. Бұл Қазақстан тарихында болмаған жаттықтырушының шәкірттеріне деген сүйіспеншілігі. Оңалбек дайындаған балуандар Мәмбеталиев, Оразәлі дзюдо, самбо және қазақ күресінен спорт шебері, Бақтияр Майаміров самбо және қазақ күресінен спорт шебері, Жандарқұлов Айтжан, Сариев Қайрат, Шомаев Мейірхан, Құрманов Ердәулет самбо күресінен спорт шебері, Өскенбаев Абылайхан, Өскенбаев Аманхан, Мырзагелдиев Нұрлан самбо және қазақ күресінен спорт шебері, Шадияр Қондыбаев шығыс жекпе-жегі таэквондодан 4-ші дан иегері, Әуелбеков Төлеген, Рысдәулетов Мұхан, Додабаев Айтжан, Қыдыров Уәлихан, Керімқұлов Талғат, Мұсаев Қалмұрат, Арыстанов Нұрлан, Арыстанов Қоныс қазақ күресінен спорт шебері, Құрманов Ердәулет самбо күресінен Азия біріншілігінің және әлем біріншілігінің күміс жүлдегері. Үздік жаттықтырушы Оңалбектің төккен тері еңбегі бос кетпеді, бағаланды. 1982 жылы 29 жасында Қазақ ССР оқу министрлігінің халық ағарту ісінің озық қызметкері төсбелгісімен марапатталды. 1982 жылдан 1987 жылға дейін қазақ күресінен Шымкент облысында аға жаттықтырушы болды. 1992 жылы аға мұғалім атағын алды. 1993 жылы жылдың үздік мұғалім атанды. 2017 жылы Бауыржан Момышұлы атындағы намыс төсбелгісімен марапатталған. 2018 жылы Оңалбектің еңбектері туралы үздік жаттықтырушы деген кітап жарыққа шықты. 2018 жылы Егемен елдің 100 қайраткері кітабына шықты. 2019 жылы Отырар ауданының құрметті азамат атағы берілді. 2020 жылы Айбол журналына жеке еңбектері шықты. 2008 жылы өзінің туған ауылы Қоғам елді мекенінде кәсіпкерлерді ұйымдастырып мешіт салды. Оңалбектің ерен еңбегін бағалап шәкірттері 15 рет демеушілік жасап, облыстық аудандық дәрежеде қазақ күресінен жарыстар өткізді. Оңалбек зейнеткерлікте болса да жас балуандарға демеушілік етуде. Ауылда Қоғам мектебінде Оңалбектің атындағы күрес залы бар. 2017 жылы Сүйіліш бабаның ұрпақтарына арнап бауырлар термесі Сүйіліш бабаға арналған аста орындалды. Сонымен қатар аташым, анашым, дариғашым, құрбы құрдастарым, немерем, жастарды көргім келет, ұстазым қасиетті отырарым әндері жарыққа шықты. Бауырлар, қариялар, дөңгеленген дүние термелері жарық көрді. Бұрынғы Лениншіл жас газетінің жүлдесі үшін өткізілетін республикалық турнирді қатарынан 3 рет жеңіп алып, сыйға берілген үлкен кубокпен марапатталған. Өзінің туған ауылында шәкірттерінің құрметтеуімен, демеуімен қазақ күресінен аудандық облыстық дәрежеде Оңалбек Әуелбек атындағы турнир 15 рет өткізілді. Отырар ауданында спорттың қалыптасуы мен дамуына облыстық республикалық әлемдік дәрежеде шығу жолын Оңалбек Әуелбековсыз елестету мүмкін емес. Неге?
Өйткені Оңалбек Әуелбеков аудан спортын атан түйе секілді алға сүйреді. Ағамыздың білімділігі, іскерлігі, еңбекқорлығы, мәдениеттілігі талай адамдарға үлгі болды. Жас балуандарды күрес өнеріне тәрбиелеуде жалықпады, жалындады. Оңалбек Әуелбековке халқы, елі, Қазақстанға еңбек сіңірген жаттықтырушы атағын баяғыда берген.